Ауыртай Аруана, Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Шұбаркөл жалпы орта білім беру мектебінің 5-ші сынып оқушысымын. Мен Абай атамыздың 107 жылдығына орай өлең сөздің патшасы, сөз сарасы өлеңін жолдаймын. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен бұлғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбінадан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі хаят хадис сөздің басы, қосарлы бәйт мысал келді арасы. Қисын мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оның алласы. Мешіттің құтпа оқыған ғұламасы, мүнәжат уәлилердің зарналасы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенінше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да олардың бар таңдамасы. Іші алтын сырты күміс сөз жақсысын, қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең ғыпты жоқтан қармап. Қобызбен домбыра алып топта сарнап, мақтау өлең айтыпты әркімге арнап. Әр елден өлеңменен қайыр тілеп, кетірген сөз қадірін жұртты шарлап. Назарларыңызға рахмет.